жарайсыңдар қазақтар, өй айналайын беттерінен бір сүйіп алайын сендердің бәрін. Кәрі жас демеймін. Короче, молодец, Англияға сұрап кеткілерің келіп жұмыс істеген, ол өте дұрыс, мен өте қуанамын. Енді Америкада көбейіп 1 миллион қазақ болады Америкада. Өйткені болашақта бір нәрсе болып жатса, қазақ жерде көп болу керек. Ұлт ретінде біз құрмау керекпіз, тіліміз құрмау керек, дініміз құрмау керек. Салт дәстүріміз, дініміз деп арабтың діні, онсыз да табылады. Сол айтайын дегенім. Мен ризамын. Енді Америка бойынша сіздерге айтайын, бірнеше жолдар бар. Және жұма күні сабақ өткізетін ба деп отыр. Мен өзі сабақ өткіземін ғой, білесіздер ғой. Осыған ең 40 нәрсе адам оқып шықты. Бірде-бір не жоқ, бәрі риза. Енді осы Америка бойынша турвизаны қалай істейді, дайындығы қалай болады, қандай құжаттар керек, паспортын жаман болса, жақсы болса, не істеу керек, қанша қаражат деген сияқты. Бүгін неше түрлі лайфхактардың бәрін бөлісіп айтып беретін боламын. Кімге сенесің, кімге сенбейсің деген сияқты. Отказ не үшін, одобрение не үшін. Осының бәрін сараптап, миларыңызға тоқып беремін. Сосын сол адамдар менде телеграмда сақталады. Арман қарай олар лайфхактың барлығын алып отыратын болады. Неше түрлі ақпараттарды. Көпті көрдік, көпті көргеннен сұра дейді ғой, 100 естігенше. Сол жазыңыздар, Инстаграм, мына жерге жазып қойдым мен Инстаграмды. Сосын тағы да бір айтайын деген. Мынау Ресей тарабы маған айып тағып отыр, қандай екенін Инстаграмда біле аласыздар. Кеттік.